Сәлем достар. Бүгін біз айына бір рет баратын әмбебап дүкенге барайын деп жатырмыз. Ондай дүкен біз тұратын аймақта жоқ. Сондықтан біз көрші қалаға барамыз, 20 шақырым жерде. Сіздерге Канаданың оптовкасын көрсетейік. Кеттік. Бәйбішем сатып алушы, мен шопыр. Costco деген әмбебап дүкен осы. Мүшелік картамыз. Далада кезекті көріп шошып кетіп едік, бірақ кезек тез жылжып, ішіне тез кірдік. Қазір жүрміз енді. Бәрі бар. Мына екі есе қымбат тұрады мына жиделер. Қалада, мында арзан. Жақсы кроссовки $30. Американы доллармен тіпті $22. $17 джинсы. Американы $12. Негізі жақсы. Бұны 3 есе қымбат сатады, $50. Қойдың етін тек осы жерден ғана алуға болады. Иә. Мынау қанша? $38 қанша келеді? 2 кило 260 грамм $38. Қабырға қымбатырақ. Үлкен папайя. Бұндай үлкен көрген жоқпыз. Мысалы мынандай кір жуатын нәрселер үлкен размерларын жай супермаркетте сатпайды. Тек осынан ғана алуға болады. Мынандай үлкен нәрселер. Сауда бітті. Кетпестен бұрын тексеріп алады олар.